Сәлем, біз бүгін қыстың күні шашлыкты аңсаған адамдарға духовкада шашлыкты жасауға болатынын көрсеткім келді. Маған тауықтың крылышкалары керек. Оны мен балаларым жақсы көреді, сол үшін маринадқа қосып жіберуді шештім. Основной бізде куриная грудка бір талын жуып, оны кесіп аламыз. Шашлыктың маленький емес, средний шпажкаға жақсы ілінетіндей қылдырып. Бұл каналға жазылып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, өйткені бұл жерде оңай және тез жасалатын рецепттер өте көп. Ең бірінші біз деген тұз аламыз, одан кейін кішкене бұрыш, паприка қосамыз, основном кішкене специя қоссаңыз болады, одан кейін чесночок, содан кейін кішкене сұйық май или оливковое масло қосамыз. Ең основной бұның маринады сметана мен томат. Сол себептен оны күштілеп тұрып араластырамыз, прям сіндіріп бір-біріне. Одан кейін бетін жауып холодильникке 1 сағатқа жібереміз. Неғұрлым көп тұрған сайын соғұрлым соус маринад күшті қып пісінеді, содан кейін өте дәмді болып шығады. Екінші вариант посолили, поперчили жағындай, оны бәрін араластырып аламыз. Қып-қызыл болған ол паприка. Соны екіге бөліп аламыз, өйткені екі түрлі маринад жасаймыз. То есть 3 түрлі болады. Біріншісін біз холодильникке салып қойдық. Екінші түрінде мен 1 чайный қасық горчицамен 1 чайный қасық мед салдым. Оны жақсылап араластырып алдым. И 1 чеснокты 2-ге бөлдім. Екінші маринадта ол только соевый соус. Вообще на любителя. Бірақ 2 вариантында жасап көріңіздер, өйткені өте дәмді, прям сочный, мощный болып шығатын шашлықтардың бірі. 1 сағатқа оны қоямыз. Сосын кейін шпажкаларды обязательно ыстық суға салып, бір кішкене 15 минуттай суда тұру керек. Оның арасынша біз бұл шашлычоктарымызды күштілеп араластырып қоямыз. Одан кейін каждый шпажкаға біз маринадымызды үстіп ілеміз. Осындай формочка болса үстіп осындай формаға пісірген дұрыс болады, өйткені астынан сок ағады. Прям содан кейін ол сокты үстіне кішкене құйып жіберсеңіз болады. Өстіп шпажкаға кигіземіз, арасын үстіп қоямыз, содан кейін для красивого цвета әдемілеп сұйық маймен кішкене майлап жібереміз. Сол кезде прям жылтылдап әдемі күшті цвет береді духовкада піскен кезде. Екінші вариантта менде андай форма болмады, содан кейін мен андайды противеньді алдым да, астына сұйық майды жақтым да, үстіп қоя салдым. Прям балалар сүйсініп жейді. Аш емес, прям күшті маринад болып шығады. Так что балаларыңызды қуансаңыз, прям классный вариант. Сұйық маймен тоже үстіне жағып аламыз да, бұны духовкаға 200 градусқа 20-25 минут. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Содан кейін лукты біз дайындап қоямыз. Маринадтап тоже. Лукты кольцами режем, потом посолить, поперчить, кішкене, что вы хотите, то и қосыңыз. Потом я на 10 капель уксуса чуть-чуть капанула водички и кішкене араластырдым да, соның үстіне құя салдым и чуть-чуть зелени добавила. Сол кезде обалденные лучки появляются. Как раз оно 25 минутта күшті маринадты алып шығады. Короче, қыздарики, прям обалденные, сочные, мощные шашлычки дома. Ешқандай қиыншылықты көрсетпейді.